сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 55-ші сабақты талқылаймыз. Сабағымыздың тақырыбы тұрлаулы мүшелер. 17-ші жаттығу. Оқы, сөйлемдерді сызбамен сәйкестендір. Қай сызба қай сөйлемге сәйкес келетінін түсіндір. Қарлығаштар ұшты. Нелер? Қарлығаштар ұшты. Қайтты. Ұшты. Жаңбыр жауды. Жаңбыр не? Деген сұраққа жауап береді, ал жауды не қылды? Жауды. Бұл сөйлемдегі сөздер қандай сұрақтарға жауап береді? Жаңа айтқанымдай не қылды, нелер қайтты деген сұрақтарға жауап береді. 18-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Отырар көне қала. Қаланың орны отырар төбе деп аталады. Бұл жерде қыш ыдыстардың қалдықтары көп. Отырар қаласында ұлы ойшыл Әбу-Насыр әл-Фараби туған. Отырарда сәулетті сарайлар мен мешіттердің болғанын дәлелдейтін жәдігерлер көптеп кездеседі. Мәтінде қандай қала туралы айтылған? Мәтінде Отырар қаласы туралы айтылған. Қарамен жазылған сөйлемнен тұрлаулы мүшелер тап. Отырар бастауыш кім не, яғни отырар. Қала баяндауыш не, қала. Міне осылар тұрлаулы мүшелер. Шығармашылық үзіліс. 19-ші жаттығу. Ребусты шеш. Қала сөзінен екі сөйлем құрап жаз. Ол сөз бірінде бастауыш, екіншісінде баяндауыш болсын. Ребустың жауабы отырар, қала. Қала сөзінен екі сөйлем. Қала гүлденіп келеді. Мұнда қала бастауыш. Ал отырар көне қала. Ал мұнда қала сөзі баяндауыш. Бір сөздің екі түрлі сөйлем мүшесі болу себебі. Мысалы, қала сөзі әр сөйлемде басқа қызметте қолданылады. Бірінші сөйлемде ол әрекет иесі болғандықтан бастауыш. Ал екінші сөйлемде ол бастауыш туралы хабар беріп тұр, сондықтан баяндауыш болады. Ал екінші сөйлемдегі сызықшаның қойылу себебі отырар бастауыш, жаңа қала баяндауыш. Екеуі де зат есімнен жасалған. Ал бізде екеуі де зат есімнен жасалған болғандықтан олардың арасына сызықша қойылады. 20-ші жаттығу. Кім келіспейді ойыны. Ойынның шарты. Ойын бастаушы. Төмендегі сөйлемдерді тақтаға жазып, оны тұрлаулы мүшелерге талдап беруді талап етеді. Ал талдауға шыққан оқушының пікіріне кім келіспейді деген сұрақ қояды. Келіспегендер өз пікірлерін дәлелдейді. Өз пікірінің дұрыстығын дәлелдеп, дұрыс талдаған оқушы ойын бастаушы болады. Арман тәуелсіздік сарайына бармақшы. Апасы Түркістанда тұрады. Ол таңертең Баянауылға соқты. Біз Астананы араладық. Бірінші сөйлемде Арман тәуелсіздік сарайына бармақшы. Бастауыш бұл жерде Арман. Ал баяндауыш бармақшы. Арман істің иесі, сондықтан бастауыш болады. Ал бармақшы ол істің болу мақсатын білдіретін етістік, баяндауыш болады. Екінші сөйлем. Апасы Түркістанда тұрады. Кім? Апасы. Бастауыш. Тұрады, не істейді? Баяндауыш. Бұл жерде де апасы сөйлемнің іс иесі, ал іс-қимылды білдіретін ол тұрады сөзі, баяндауыш. Үшінші сөйлем. Ол таңертең Баянауылға соқты. Кім? Ол. Не істеді? Соқты. Төртінші сөйлем. Біз Астана араладық. Бастауыш. Біз. Кім деген сұраққа жауап береді, ал баяндауыш араладық. Не істедік? Біз бұл жерде істің иесі, ал араладық іс-қимылды білдіретін баяндауыш. Барлық осы төрт сөйлемде де бастауыш кім не деген сұрақтарға жауап береді, ал баяндауыш не істеді, не қылды деген сұрақтарға жауап береді. Балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.